Сәлем достар, сіздермен бірге Жаңақала аудандық кітапханасының және жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен елге келген қонақ подкастын назарларыңызға ұсынамыз. Яғни елге келген қонақ подкастымыз, ол біз елімізге келген кез келген қонақтарымыз бар, осы ауданымыздың тұрғындары немесе басқа ауданның, басқа қаланың қонақтары болсын, біздің елімізге келсе, елге келген қонақ ретінде осы подкаст алаңына шақыратын боламыз. Және де бүгінгі подкастымызды жүргізушілері Ағарке Әділбекқызы және мен Еламан Ержанұлы. Бүгінгі біздің қонағымыз енді жастардың арасында кеңінен таныла білген, көп жастарымыз көретін, танитын, білетін, қазіргі таңда үлкен жобалары бар, үлкен биік шыңдары, белестері бар. Ол әрине Назар аудар театрының белді мүшесі, жайдарманшы, қазіргі таңда актер Марш Жайлау ағамыз бүгінгі біздің подкастымызға келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Елімізге қош келдіңіз, жерімізге қош келдіңіз. Рахмет. Енді аға бірінші, аға деп айта берейін бе, Марш деп айта берейін бе? Вообще разница жоқ. Аға, елімізге қош келдіңіз. Ең бірінші енді өзіңіздің туып өскен жеріңізден бастау алса, қай жерде туып өстіңіз, қай жерден шықтыңыз, тегіңізді барлығын айтып өтсеңіз толықтыр. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Енді аяқ астынан келіп қалдық. Негізі осы жақта өзіміздің досымыз, бауырымыз бар. Анда-санда осы жаққа балыққа келетініміз бар. Сол жақтан бірден осы жерге келіп отыр. Енді кешірім сұраймыз. Киім кешкен дайын болмай қалдық. Енді туған жерім Тасқала. Тасқаланың ар жағында екінші шешін дейтін жер бар. Оның ар жағында 12 шақырым жер Талдыбұлақ Қайрат дейтін ауыл бар. Сол жерден 97 жылдан бастап Орал қаласына көшіп келдім. 2-ші класстан бастап Оралдағы Зачаганск дейтін 30-ші мектепті оқып, сол жерде бітірдім. Ақболат, Ғазиз класстастарым екеуі. Біздер 6-ші, 7-ші класстан бастап бірге ойнап жатырмық. Алла амандығын берсе, енді толық есептейтін болсақ, 2006-тан деп алған жағдайдың өзінде жалпы КВН-мен айналысып жүргенімізге 20 жыл болады екен бұйырса. Өзіміздің дата ғой ішіміздегі. Назар аудардың ба или өзіңіздің? Жоқ, өзіміздің. Менің Ақболат, Ғазиз. Енді ол жерде жүрген көп деген балалардың өзі жалпы мектеп кезінде жайдарманшы болып бастаған, КВН-нен бастаған балалар ғой. Біздер негізі КВН-нан жайдарманға қосқандарымыз ғой енді. Өздеріңіздің жерлестеріңіз Мәдимен біздер қанша мысалға сахнада қарсылас болдық. Мәди дейтін 2 рет бізді облыстық жайдарманның КВН-да 2 рет чемпион болып кеткен. Ұтып алған біздерді. Соңғы аялдама дейтін командасымен. Ол кезде ол неде оқыды? Медколледжде оқыған кезінде. Осындай история жалпы енді. Қош келдіңіз. Жалпы енді біздер Назар аудар театрын енді баршасы таниды, біледі деп ойлаймыз. Енді біздер мектеп кезімізден, кішкентай кезімізден қара өскен үлкен жайдарман топтардың бірісіздер. Бірақ енді сол жайдарман топтың ішінде біздің өзіміздің жерлестеріміз Ғазиз бен енді Ақболат Мадия ағаларымыз бар. Енді бүгінгі біздің енді алғашқы елге келген қонақ подкастымыздың алғашқы қонағы ретінде Назар аудардың ішіндегі ең алғашқысы болып өзіңіз болыпсыз. Енді Мади емес, Ғазиз емес, жерлестеріміз сізге бұйырған екен. Қош келдіңіз. Жалпы бер жаққа қарай келу мақсатыңыз, Жаңақала өңіріне қарай аяқтыру мақсатыңыз еркін формат. Жалпы негізі енді Жаңақала бізге бөтен жер емес. Жалпы енді қазақтың қай ауылда, қаласында бөтен жер емес. Бүкіл жерде достарымыз бар, ағайын тумаларымыз бар. Жаңақаланың өзінде қаншама ағайын тумамыз бар, өзіміздің достарымыз. Мәдидің өзіміздің үй сияқты болып кеткен ғой. Мәди қалада болсын, Жаңақалада болсын, болмасын, өзіміз кіріп барып, мама, папа қалайсыздар, бір шай ішіп ұйықтап тұрып жүре береміз. Сондықтан ешқандай жатырқау жоқ. Бір сөзім айтқан кезде кішкене қаланың айқай шуынан митымықтырайық деп, ертең бұйырса, Алла амандығын берсе, енді басқа жаққа қарата, Астанаға қарата жол жүрейін деп отырып, бір кішкене ұзақ уақытқа. Сондықтан асықпай күш жинап, демалып, дұрыстап жұмысқа кірісу керек болып тұр бұйырса. Табиғат аясында дейсіз ғой. Табиғат аясында демалып, ми сергітіп, бір асықпай, бір жақсы немен барғыңыз келіп отқан бір елордамыз. Балыққа лақтырып қойып қарап отырсаң, миыңдағы бүкіл ойларыңның бәрін жүйелеп аласың ғой. Негізі енді білмеймін қалай екен, бірақ ер жігітке жалпы сапарға шығып тұрған жақсы ғой. Анда қазақ деген сөзі бар ғой, біздер енді
естігенімізді айтамыз ғой, бір оқыдық бірдеңе деп енді нағылмай ақ қояйын. Иә, естігенімізді жақсы сөздер болса жаттап жүруге, қазақтың қағидаларына, осындай ұстанымдарына барынша соны ұстанып дұрыс жүруге тырысамыз. Енді сапарда жылқының жалында, сұлудың қойнында кетпеген уайым сенімен бірге көрге барады дейді ғой. Сондықтан осы анда-санда балыққа шығамыз, заодно сапар, далада, табиғат, өзіңнің миың, ойыңда жүрген творческий материалдарың, анда-санда стендап оқитынымыз бар, соған бір ойлар, өзіңе өзің отырып. Енді жалпы бір демалыстың өзін жұмысқа айналдырып алғанбыз ғой енді. Мүмкін енді біреулер андай ғой, таңертең жұмысқа дейтін андай бір шаршап барады мүмкін. Бізде де сондай, дәл сондай формат, бірақ өзіңнің жұмысың жақсы көрсең, содан шаршасаң, содан бір шаршағаныңа результат шығарсаң, үйге келіп өзіңе есеп берген кезде, бүгін осындай шаруа атқарыппын, осындай объемда жұмыс атқарыппын, кеше осындай жұмыс жасасам, бүгін мысалға 6 жұмысымды бітіріппін. Үстіне қосып, өзіңнің деңгейіңе ғой, сенің өзіңді өзіңнен басқа ешкім жақсы көрмейді ғой, айналадағы. Мүмкіндігіңде де, шама шарқыңда да өзіңді ішіңнен сарапта біліп отырасың ғой жобасын. Енді Марс аға, менің мектеп кезімде, кішкентай кезімде білем ғой, 30-шы мектеп жанынан құрылған Мәншүк Сабаздары деген КВН командасы болып құрылдыңыздар сіздер, ең алғашқы болып. Содан қалған осы Ақболат, сіз Ғазиз үшеуіңіз ғана ма? Иә. Ол кезде көп балдар болды, мен есімде болса. Бірлік ауылына сапарға келген болатын, мен сол кезден есімде. Сол кезде мектеп кезімізде біздер гастрольге шығамыз, ойлап қарашы соны. Такой степени жақсы көргенбіз ғой енді. Ол кезде Ақболат, Ғазиз, мен, сосын класстастарымыз көп. Басқа да сыныптың балдары болды. Өте көп. Андай бір сөзбен айтқанда, жастардың тілімен айтқанда, бір волнада болғанбыз ғой бәріміз. Сол бізге соңына дейін ұнап қалып тұрды да. Результат бергесін, уже республикалық, аудандық ойындарға қатысып, ойнағасына қолымыздан келеді екен ғой дегесін. Кәдімгі ары қарата оқып, осының саласын, сценарий қалай жазу керек, оны оқып, өзімізге жұмыс қылып алдық қой болашағымызға. Ендеше біз неғып тұрмыз, біз бастаймыз дейтін шақтарымыз ба? Сол шақтар ғой. Әйтпесе өзім негізі кейбірде мынандай сұрақ туындайды, любой адамда болатын шығар. Мына жайдарман болмаса, КВН болмаса, өмірімде, тағдырымда кездеспесе, мен кім болар екенмін деген сияқты енді. Менің мамандығым жалпы электрик. Өзім электрикпін. Батыс Қазақстан бізде мына ЗКТУ дейтін бар. Соны бітірдік. Мен жұмыс жасадым 2 жыл жарым. Электрик. Қазақтың мастер участка болып, кәдімгідей андай бір жұмыс тағайындап берді. Сол жерде 2 жыл жарым жұмысымды жасап, өзімнің дипломыма печатьін қойып, ақысын беріп, оқыған, ары қарата сол өнерге кеттік. Қазір бана айтып отырып қой. Подкаст басталған кезде Марс деп айтайын ба, аға деп айтайын ба дедің ғой. Міне осыдан білінеді мына. Біз мектеп кезімізде назар аударды қарайтынбыз дейді. Уақыттың өтіп кеткенін осы жерден көре бар. Алдында 15 жыл назар аударға деп салған кезде көбісі жазып отыр да. Мектеп кезімізде көретін едік, қарайтын едік. Мен айтамын, міне ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Уақыт бір орында отырмайды. Біз де жасармаймыз, уақыт өтіп жатыр. 15 жылдың қалай өтіп кеткенін білмей қалдық. Мысалы. Ол енді, мектеп кезімізде енді ол біздер енді 95, 94, 93, 96 сол шамалардың кездерінде сіздер енді жайдарманды ол кезде кәдімгідей жұлдыздарды енді жарып жүрдіңіздер. Қазіргі таңда енді былай енді Шаншар театры болсын, Нысана театры болсын, өздерінің жаңа біз айтқандай көрермендері бар ғой, ой кезінде біздер қарайтын едік осыларды дейді. Сол сияқты біздерде жастарды айтылатындай кезінде осы назар аудардылары өстік қой деген сияқты ғой. Сондай деңгейге келе жатсыздар сіздер жайлап. Солай болып тұру. Бізге білмейді ол. Әбден айтқан кезде, осындай ойлаған кезде ойлайсың, шынымен де 15 жыл. Назар аудар енді мәди жалпы нағашым болып келеді. Өзім осы мектепте оқушымын. Назар аудар театры жаңғалаға гастрольдік сапармен концерт театр деп афишалар келеді. Сіздерден бұрын енді афишалар келеді ғой қарай. Мен сол ерінбей афишаларды ұстап алып, каждый класстарға кіріп шығатын едім. Назар аудар театр деп. Еще магазиндерге, маған ешкім тарат демейді де соны. Афиш қолыма келеді. Көшелерге шығып, базарларға іліп, сол кәдімгідей жақсы көргендіктен, андай не істегендіктен кәдімгідей қарап.
жалпы Оралда аудандардың арасында Жаңқаланың Жайдарманға дейтін қызығушылығы негізі басым болды. Көп командалар болды. Кәдімгі көресің андай интерестер бар, музыка саласы болсын, отырып қалады, гілең Жаңқаланың балалары тоже. Енді бұрын біздер мектеп лигасынан кейін редактор болдық, одан кейін Батыс аймақ республиканскийларда редактор болып жүрдік. Сол кездерде көп көресің ғой. Қаланың, облыстың өзінде бізде фестиваль болып жүрген кезде кәдімгі 100-ге шақты команда келеді. Әрбір аудандардан, ауылдардан келеді ғой. Сол кезде кәдімгі Жаңқаланың ішінен тоже бөлініп кәдімгі біраз жүреді. Ол кезде енді танисың ғой. Өнер балалары көп болды негізі. Ол кезде енді шатаспасам жастар мәдениеті үйі ме екен? Депо жақта. Жастар мәдениеті үйі. Редактордың көбі сонда өтті. Досмағамбетов Қанат ағамыз болды сол кезде. Жосабек. Иә. Сол кездерде енді мен өзім бала кезімізде де енді Жайдарман ойнадық қой. Жалпы сол кезде редактор сонда барамыз. Команда редакторға келген команданың шетімен шет жоқ болады. 2 күндеп, 3 күндеп созылып кетеді. Отырып жүрдік қой. Еще школьный лига қосылып қасына келіп. Команда дейтін масқара болды. Қызығушылық көп болды, жақсы болды. Енді жалпы енді Мәке алдағы жоспарларыңыз, Назар аудар театры қазір не істеп жатыр? Жақында YouTube проект бастадық. Көріп жатырмыз, Назар аудар шоу да? Назар аудар шоу дейтін. Бұл енді көбісі ойлап жатыр, сериал жалғаса береді деп. Олай емес. Бұл негізі краткометражка сияқты. Өзіміздің кезіндегі үй тапсырмаларымыз қойған енді бір сөзбен айтқанда домашкілеріміз, құдалар стрелкасы деген сияқты сериалдар бар сияқты дүниелерді қарап осы 20 минут, 25 минутта түсіріп, соны видео ретінде көрсетеміз. Енді киношный формат дейді ғой. Түсінгенім әр бөлімі әртүрлі уақыт бар форматта шығады. Бір-біріне қатысы жоқ. Иә. Кәдімгі сериал деп ойлап жүрмін шынайы. Мен күтіп жүрмін. Сол сериал деп ойлап. Олай емес. Мен де солай ойлағанмын. Бұрын біз енді басқа домашканы көрсетеміз. Бірақ сіздер көрмеген номерлар бар. Бұрынғы номерлар түсірмейміз. Біздер кәдімгі арнайы жазып, сол форматқа келтіріп, түсіріп. Енді андай ғой. Көп тиктоктан, көп жерден қарасаң, именно біздің Назар аударлардың нарезкаларын қиып салады да. И сонан кейін ой келді, неге осыны киношный форматта түсірмейміз? В принципе, біздікі бытовой әңгіме, халықтың арасында жүрген әңгіме. Түсірсек негізі киношныйға келіп тұр ғой деп, соны түгел қайттан жазып, новый бір концерттарымыздың ішіндегі кусоктарын алып, осындай түсірдік, эксперимент кетті. Біріншісі өте жақсы қабылдады деп ойлаймын. Жақсы. YouTube әртүрлі ғой, адам әртүрлі, аудитория әртүрлі. Ол жерде де қазір жас буын өте көп. Енді біздің кезіміздегідей шынын айтқан кезде КВН-ді Жайдарманда дискідан ешкім қарап отқан жоқ қой. Қазір тұла бойыңда құттай өнерің болып, сосын кішкене аз-маз ұятың жоқ болса, негізі звезда болып кету негізі әп-сәтте. Бағың жанайын десе дейсіз. Енді танымалдылықтың әртүрлісі бар ғой, шынын айтқанда. Танымалдылық болу бір-екі секундта бір танымал болып кетуге болады, бірақ қандай танымал боласың? Абыройлы танымал боласың ба? Абыройсыз танымал боласың ба? Мынау оны көшедегі анау құсып ұйықтап жатқан анау емес па деген танымал боласың ба? Кім біледі? Бірақ енді барынша осы біздікі енді өнер деп айтуға енді келе ме келмей ме білмеймін, бірақ барынша соған жақындатып айналысып жүрген адамдарымыз. Оқитын жерінде оқып, үйренетін жерінде үйренеді. Біздің өзіміздің балаларымыздың арасында қазір продюсерларымыз бар, кино түсіріп жүрген. Кино өздеріңіздің жерлестеріңіз мәди қаншама өнер жұлдыздарына клиптің сценарийсін жазып берді. Назар аудардың балалары соның ішінде мәди басым қаншамасына кино жазып берді сценарий. Енді бұның бәрін енді өнерде болатын болсақ, өнермен айналысып жүрміз онда. Енді жоқ ол өнер емес дейтін болса, онда КВН Жайдарманмен айналысып жүрміз деп есептей беруге де болады. Әркімге әртүрлі. Кім қалай қабылдайды. Жалпы Назар аудар театрының гастрольдік сапарлары жоспарда бар ма? Бар. Алла қаласа жақын арада енді мен нақты бір датасын айтпай ақ қояйын, бірақ датасы белгілі. Алла қаласа Астанада, елордамызда концерті болады Назар аудардың. Сосын бұйырса көктемге таман, бұл енді датасы белгісіз, бірақ
бір 80%, 85% келісім бар. Алла болса бір ай жарымдық сапарға да шығып қалуы мүмкінбіз. Өйткені көп қалалардан, көп жерлерден әртүрлі хаттар келіп отыр. Қашан шығасыздар, қашан келесіздер, сағындық, көргіміз келеді. Кино бұл өз алдына бөлек, бірақ шынайы концерт көргіміз келеді дейтін хаттар дейтін енді дайректі толтырып отыр. Алдында қателеспесем, YouTube-қа осы 1-2 сағаттың ішінде 10.000 адам қосылды деймін. Қайтта оралдыңыздар ма деп. Негізі біз қайттан оралған жоқпыз, негізі біз жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ кішкене сахнаның артында жұмыс жасап жатырмыз. Сахнаның алдында бізде Ғазиз бар, Ақболат бар. Біздер солардың артында қолымыздан келетін жерінде демеу болып, жазатын жерінде жазып, бір сөзбен айтқан кезде су апарып беру керек болса су апарып беріп, біздер енді бір отбасы сияқты болып кеткенбіз ғой. Ондай ешқандай намыстанбаймыз. Ең бастысы алға қойған мақсатымыз, жұмысымыз оқсаса, халықтың көңілінен шықса болды. Біздің мақсат сол. Жаңа гастрольдік сапарларда сіздерде қалаларға ма әлде ауыл аймаққа келу ойда бар ма? Ауыл аймақ дегенді енді Жоқ, біз ауыл аймақ емес. жоқ болар енді сіздердің негізі. Ол мынандай, осыны көбісі Ауыл аймақтар тікелей сұрақты бізге қояды. Негізі сұрақ негізі бізге емес. Біздің елімізде үлкен организаторлар бар. Біздер солармен келісім шартқа отырамыз. Ол кісілер қояды графикті. Сіздерде өздеріңізден ұсыныс болмайды ма? Енді ұсыныс болған кезде айтамыз, примерный. Но біздер жалпы негізінде қарсы емеспіз бұндай жерге шығып жүруге. Бірақ енді график қойғанда ұйымдастырушылар өздеріне ыңғайлы болып қояды. Өздеріне, өйткені олар енді ақша салады ғой. Концертті алдын ала сатып алады. Сол ашық формат болсын, ашығынан айта берейік. Организаторлар, яғни сіздердің полный графиктарыңыздың барлығын ақшасына келістіресіздер да? Шын бір сөзбен айтқан кезде концертті алдын ала біздер организаторға сатып жібереміз. Түсінгеніміз солай. Біз даже Орал қаласында болып отқан концертті енді көбісі достарымыздың бәрі білмейтін шығар, тегін билет беріп жатқанға, оның бәрін өзіміздің қалтамыздан сатып аламыз. Қалада болатын концерттің өзіне біз жанұямызға, ағайын тума-туыстың өзіне 100-150 мың өзімізге билет аламыз. Оны енді анау-мынау деп айтып, біздің жалпы қай инстаграмымызды, ютубымызды қарасаңыз да, бір бұндай бір тонкий бір нәрсені бір еш жерде бір айтқан да емеспіз, айтпаймыз да, ондай бір жігіттікке бір сән емес, андай тән емес қой. Енді қолынан келіп тұр, істеп жатсың, ол сен концертіңді алды, ешкімнің ақысына келмейміз. Бірақ енді өзіміздің айналамызға тегін билет береміз, шақырамыз, келеді, көреді, бағасын береді тума-туыстарымыз. Енді қазір енді сіздер енді өздеріңіздің көрермендеріңізді, өздеріңіздің тұрақты жаңағыдай бақылайтын адамдарыңызды, яғни залды жинап үлгердіңіздер. Қазіргі таңда енді сіздер қалаларды аралайсыздар. Енді ауыл аймақ болай тұрсын, даже аудандарға да ондай шықпайтын сияқтысыздар. Соңғы бір 3-4 жылда, Бірақ енді дей тұрғанмен кейде ойлаймыз ғой, енді Орал қаласына енді сіздер Оралға келгеннің өзінде енді туған жерімізге келдік деп келесіздер. На самом деле бері қарай туған жерлеріңізге келіп бір концерт берсеңіздер, халық шыны керек күтеді, сағынады. Енді сол Назар Аудар театрының ішінде енді бір емес екі бірдей жерлесіміз жүр. Орал қаласына келгесін жайлап, сіздерді жайлап бері қарай әкеліп жүріңдер, бір Жаңғалаға барып, елге бір сағынышымызды көрсетіп қайтайық деп айтса екен, Марсағам жеткізер деп ойлаймыз енді. Негізі сіздің айтып отқан әңгімеңізде бұндай ол кісілер үнемі айтады негізі. Постоянно предлагать етеді. Барайық, концерт берейік. Бұл біз бір сөзбен айтқанда ол дүниеге қарсы емеспіз. Шығып, елмен өзіміз кезінде бастаған кезде осы ауылдарда концерт беріп, сағынады, көбісі жазады. Бірақ енді қазір әркімнің бала шағасы бар, семьясы бар, жұмысы бар. Бұны енді бір сөзбен айтқан кезде күрделі түрде айналысып жатқасын. Кино ертең алла болса Назар Аудардың алу дейтін тағы бір кино шығайын деп жатыр. Соның продюсерісімен, соның шаруасымен жүгіріп жүрді. Біздер мына жалпы Назар Аудардың концерттік жұмыстары негізі сәл тоқтап қалды. Біз кішкене сахнаның артына сценарий жазу, программалар жазу, телевидениемен көп жазасыздар. Телевидение, ол салада тектен-тек жүрген жоқпыз. Өйткені қайттан міне жандандырайын деп жатыр, қайттан гастрольдік сапарларға шығайын деп жатыр. Алла болса
неге сол телевизионный программалар қалай түсіріледі, кино қалай түсіріледі, қалай жазылады, режиссерский жұмыс қалай, екінші режиссердің жұмысы қалай, соның бәрін өзіміз көзбен көру, продвижениесіне қатысу, продвижениесін жүргізу, қалай жүреді, жалпы кино әлемінің ішкі дүниесін толық үстімізге пинжақ қылып киіп алу мақсатында сол жерде жүріп айналысып жүрміз. Сондықтан мынаған енді сәл уақыт болмай қалып жатыр. Алла болса, амандық болса, осы көктемнен бастап гастрольдік сапарға негізі шыққымыз келіп отыр, Құдай қаласа. Жолдарыңыз болсын, иә, жақсы Маған өтсін. бірақ енді балалардың бәрі осы айтып жүр. Барып қайтайық. Маған бір нәрсе қызықты да. Мысалы Марс ағамыз үнемі ішкен адамның рөлін сомдайды, сахнада болмасын, кинода. Өмірде шешсіз ба дейсің? Неге ондай рөл таңдадыңыз? Білмеймін, енді Соған келетін болғасын, қойып қойды ма? Бұл сұрақ негізі андай, шын мәнісінде бүйтіп алып қарасаң жеңіл сұрақ, негізі жеңіл емес сұрақ бұл. Негізі бұның астында. Неге бұл нәрсе? Біз ауылдық жерде өстік. Иә. Ауылдық жерде жүрдік. Ол кезде ішу дейтін хит болды. Өте арақ құймасаң бір-біріне адам ренжіп қалады. До такой степени адаспай қалатын кездерде сол заманда көзбен көрдік. И соны пародировать ету ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Құдай сақтасын енді. Ішпейміз, ол нәрседен алыспыз. Жалпы ол адамдардың күйін кешіп көрген жоқпын мен. Мынау көзбен көргенімізді қалай сөйлейтінін қастарында отырасың, көресің. Ол кезде енді білмеймін, андай бір жаңа бір ыдырап қайттан жиналып жатқан кез ғой енді адамдардың. Құндылықтардың сәл төмен түскен кезі, діннің иісі дейтін тіпті қалада жоқ деп айтуға болады ғой, почти сол кездерде. Но ұстанған адамдар болды. Бүйтіп алып қарайтын болсаң, астың жағы негізі ауыр ғой енді. Шынын айтқан енді бала кезімізден көріп өстік. Енді менің әке шешем бір сонымен бір құмар болды деп айта алмаймын. Әкем ауған соғысының ардагері. Өмір бойы малшы болған. Қалада қазір строитель. Бір сөзбен айтқан кезде қарапайым семьядан шыққан адамбыз. 97-те қалаға көшіп келген. Сол ауылдың тұрмыс тіршілігі ғой. Шөп шабуға барады. Сол жерден ішеді, көзбен көріп отырасың ғой енді. Ол кезде асар ғой енді, ауылдың жастары. Келеді, оны түсіреді, әуеті тағы сол, онсыз болмайды. Салат сияқты ғой. Солай қолданды ғой. Соның бәрін көзбен көргесін, кәдімгі киіп аласың да, қазірдің өзінде тойда жүрген кезде сондай қызық персонаждарды қарап жүресің ғой. Сөйлеп жатқан сөзін, қимылын, іс-әрекетін, қолын істеу көрсетуге тырысасың ғой. До такой степени сол сіңіп қалған болып тұр ғой маған. Адамдар көрген кезде де брат, сен сөйлегенің өзі масадан сияқты сөйлейсің деп. Мен айтамын, енді обычный сөз ғой. Жармасып қалатын болып тұр ғой. Бір енді бір қатты бір соны ойнағым келіп, не жоқ. Бірақ та осы нәрсемен көрсеткім келеді. Ішкен адамның түбі осындай болады. Абыройы жоқ болады. Алдың не семьясы бар, не семьясы жоқ болады. Семьясы болса абыройсыз болады. Осы дүниені кәдімгі күлкі ғой. Мас адамға күлкі ғой. Осыны осылай көрсеткім келеді. Енді санасы бар, түсінген адам, ой түйген адам, мен мынандай қылып сыртымнан адамдардың күлгенін қаламаймын деп өзіне бір шешім қабылдайтын болса, онда енді аз-маз болса да біздің жеңісіміз ғой. Негізі бұндай нәрсе тектен тек емес. Мен енді әңгіме дейтін қоттан кетіп жатыр, айта берейін, еркін формат болғасын. Біздердің келін құдалар стрелкасы дейтін өзіміздің көп сериал нәрсеміз бар ғой. Сол номерлардан кейін бізге көп хат келді. Біздер оны көбіне жариялаған жоқпыз. Ажырасайын деп отқан жерімізден ажыраспай қалдық. Қайттан тату болып кеттік. Бізде де жаңағындай адамдар болды. Специально енелерін, әйелдерін концертқа әдейі алып келатырмын деген. Өзі бірінші сеанс көріп кетіп, үшінші сеанс қалып көріп жүрген адамдар болды. Үйіндегілерін. Міне көрдіңдер ме деп бар ғой. Енді ол біздің ұжымның шынын айтқанда үлкен жеңісі. Біз үшін үлкен жеңіс. Біз енді 15 жылдың ішінде жүріп, екі семьяны ажырасудан алып қалсақ, біз үшін сол мысалы жеткілікті. Ондай жағдайлар шынымен біздің тарихымызда, шынымен назар аударудың басында болған нәрселер. Ол даже хаттар скриндалған болса, азаматта мәдилерде әлі сақталғанда болуы мүмкін. Жалпы осы ішіп алған адамның рөлін жалпы жігіттерге қасыңыздағы мен келесі бұл рөлді ойнағым келмейді деген айтқан тұстарыңыз болды ма?
Шынын айтайын, ондай айтқан кез болған жоқ. Өйткені басынан бастап соған енді келісім бергеннен кейін, бір сөзбен айтқанда подписаться еткеннен кейін, әр кез сол роль керек па, бірақ навязывать етпейміз. Осыған бүйтейік, сөйтейік деп. Сол бір қойылымға келіп тұр ма бұрышына, міндетті түрде жазамыз. Сол жерінде көрсетеміз, сол жерден юмор шығатын болса жазамыз. Біз ең алдымен адамға, халыққа қолымыздан келгенше көңіл сыйлайтын адамбыз. Көңіл сыйлап отырып, соның арасынан ой түйетін. 2 сағаттық концерттің ішінен бір ой түйіп кетсе, біз үшін ол жеңіс. Ең алғашқы бірақ мақсатымыз көңіл сыйлау. Біздер енді юморист ретінде ең басты жұмысымыз сол негізі. Бізде көбісі шатастырып жатады ғой, неге ағаны айтпайсың? Біздің енді оны айтатын адамдар бар ғой, өзінің орнында отыр, ол кісілер айтады, ол кісілер зерттейді, ол кісілер жүреді, өйткені ол кісілердің жұмысы ол. Бірақ қарапайым халықпен, біз де халықпыз, ұнамайтын нәрсемізді айтамыз, дұрыс нәрсесіне келісеміз. Оны сұрап отқан себебім жалпы Ақболат Утебай енді назар аударып құрылғаннан бастап қыздың рөлін, әйел адамның рөлін ойнайды. Енді кешегі сіздердің жаңа жобаларыңыз YouTube арнасына шығып отыр ғой, назар аудар шоу. Соның басында да жаңағыдай ұсыныс тастаған ғой енді. Қиып көрдіңдер ма? Назар аудар басында ұсыныс жаңағыдай Ақболатқа, яғни ойнайтын қыз келмей қалады да, орнына Ақболатқа ұсыныс жасайды, сен ойнайсың дейді. Сол енді жалпы бұрынғы назар аудардың құрылғандағы составының рөлдері қайдан сол форматта шығып отырған секілді сияқты көрініп тұр да. Енді бұл өзіңіз айтып отқандай 15 жылдың ішінде кәдімгі үйренісіп қалған образдар. Бұл халықтың арасынан халық та көбіне солай таниды, солай біледі. Солай таниды, солай біледі. Бірақ енді әйелдің рөлін Ақболат негізі көп ойнағысы келмейді. Енді бұрын ойнады, келді, бірақ қазір командада мынандай мақсат бар. Тағы басқа қырларынан ашу балаларға. Біздер бір кездері бізде мәди дейтін негізі өзі талап қоятын, бір цельмен жүретін адам ғой. Сол бізге алдында айтты, ертең Астанаға келгесін оқисыңдар, бәрін театрға барып қайттым. Сөйлеу, речевой сөйлеу, дұрыс сөйлеу, соның бәрін. Өйткені YouTube формат, телевизион форматқа келеміз. Ол жерде мүмкіндігінше профессионалдық деңгейіңді сол деңгейде көрсету керексің. Жайдарманшы бір деңгейге алып келді. Сода қалып қойсаң өсім болмайды. Ары қарата өсу үшін оқу керек екен. Барып сонымен айналысу керек екен. Сондай задачалар бар қазір. Ертең осының бәрін бар исправлять етеміз, барамыз, сабақтарына қатысамыз. Сондықтан менде де может тағы бір образ шығатын шығар мүмкін. Ақболатта да басқа образда ойнап көргісі келеді. Бұл енді әр актердің, біз өзімізден солай есептейміз ғой, халық қалай қабылдайтынын білмеймін. Әр актердің ішіндегі арманы ғой. Анандай әр қырлы болған жақсы ғой. Многофункциональный болсаң, енді өзіңе жақсы ғой. Тек қана бір рөлға ғана шақыра бермейді да. Енді көп жерде жүрсең. Ғазиздің өзі де сол ғой. Ағай мен театрда, бірақ былай қарап тұрсаң, Ғазиз қаншама басқа рөлдерді ойнай алатын еді. Соларды көрсеткіміз келеді. YouTube бағдарламамызды ашқанымызда сол басқа балалардың қыр-сырын көрсеткіміз келеді. Мүмкіндігімізден, қолымыздан келсе, басқа қырынан тағы ойнап көргіміз келеді. Бұның бәрі эксперимент. Шынайы сынауды бәрін қабылдаймыз. Дұрыс емес болса, халық айтады, мынау саған үйлесіп тұрған жоқ, дұрыс емес. Значит, дұрыс емес. Сондықтан эксперименттер бар, алла болса көреміз. Тағы да бір басқа қырларымыздан ойнап көргіміз келеді. Бұл енді дұрыс не ғой? Дұрыс андай талпыныс қой. Өсуге талпыныс бұл. Әйтпесе болады бір рөлде жүре беруге. Бірақ енді осылай танылдық, Құдай білсін. Қанша рөл ойнасақ та сен по-любому, сен алғашқы қай жерде жүрсең де. Білмеймін, Ғазиздің де Ақболаттың да өз образдары кәдімгі қиып қойған сияқты өздеріне. Күтіп отырасың ғой, қазір Ғазиз папа ұшады, мама ұшады деп. Мимикасына дейін, тембр сөзіне дейін келтіріп ойнағасын скучно емес та. Өтірік жасанды емес. Шынайы соған салып тұрғасын, жасанды болмағасында халықтың көбі андай енді күтіп тұрып қойып айтпайды да көп. Кете береді. Халық арасындағы нәрсе ғой бәрі. Қазір Орал қаласында тұрғансыз сіз.
иә, Оралда. Назар аударған кімдер бар Орал тұрып жатқан? Орал қаласында мен тұрып жатырмын, Азамат бар, Асылбек Ахметов бар. Үшеуміз қазір Оралдамыз. Ақболат Алматыда, Мәди, Самат, Ғазиз үшеуі Астанада. Мына жақында бұйырса шығайын деп жатырған Алло кинофильмі назар аударып құрамы түгел ойнай ма? Жоқ, түгел ойнамаймыз. Бұл жерде Ақболат ойнайды, Ғазиз ойнайды. Екеуі? Иә, екеуі ойнайды. Бұл да бір үлкен жұмыс болып тұр негізі. Жақсы халық қабылдаса, енді өзіміздің көңілімізден шықты, сценарийсін оқыдық, көрдік, ішінде бір ой беретін жерлері бар. Енді халықтың көңілінен шығады деп ойлаймыз. Сценарийді көбіне өздеріңіз жазасыздар? Иә, балалар өздері жазды. Біздер енді түгел бір сценарийсіне қатыстық деп айта алмаймыз, бірақ аз-маз разгонында, может, мәуір жерінде мынандай бірдеңе қосып жіберсек жақсы болатын сияқты деген жерлерінде болмаса, основной сол балалардың өздері жазды. Бізде үлкен ағамыз бар, режиссер, білесіңдер, Абдусаид дейтін. Ақболат бар, Азамат бар. Олар енді бұрында кинолардың барлық сценарийсіне қатысып жазып жүрген. Жалпы ол жерде енді үлкен еңбек жатыр. Бір-екі адамды атап өтуге болмайды. Үлкен команда тұр, үлкен жұмыс жасалды, ұйықталмаған кәдімгі түндер, күндер, далада. Осының бәрі енді бұйырса бүкіл команда күтіп отыр ғой. Жақсы болып халықтың көңілінен шықса деген. Бұйырса көреміз енді. Жалпы енді Орал қаласында жаңа Назар аудар театрының мүшелері енді жалпы өзіміздің қаламызда үшеуіңіздің жаңағыдай ойластырып бір проект бірдеңе істейік, Орал қаласында жүрейік деген сияқты бір жоспар жоқ па ондай? Бұл сұрақ андай болып тұр, андай жоқ пока. Жоқ. Үшеуіңіз көріп тұрасыздар жалпы біріңізді? Иә, постоянно өзімізде общий чат бар. Енді күнде көріспесек те, жалпы команданың қандай жұмыс жасалайын деп жатыр, кім қашан қай жерге кетейін деп жатыр, қаяқтан театр, жалпы бәрін біліп отырамыз. Мүмкіндік болса кездесіп, ақылдасып. Енді Оралда өтірік айтпайын, біз қолымыздан келген нәрсенің бәрін жасадық деп ойлаймын. Енді жастардың енді ашық формат болғасын айта берейін. Өте көп проектлар ұсынып тастағанбыз. Оның ішінде киносы да бар. Жалпы Орал қаласын қалай көрсетуге болады, қалай әдемі көрсетуге болады. Бүкіл негізі ұсыныстар болған, бірақ енді әлі жауап жоқ. Бірақ ол жауапты күтіп жүретін бізде уақыт жоқ. Әңгіменің тазасын айтқанда. Біздер даже енді өткен нәрсе ғой. Спонсор таба алмаған кезіміз көп болған. Бұл өте қиын жағдай. Қазірдің өзінде біздің қаламызда ойнап жүрген жайдарманшылардың, высший лиганың чемпиондар, таланттардың өзінде спонсор жоқ қазір. Әлі спонсор іздеп жүр. Көріп отырмыз, иә. Әлі кейбірде балалар өздері жиналып айналасына лақтырып жүреді. Енді бұл тікелей айтқан кезде поддержка бар, жоқ емес, но жеткіліксіз. Жастар ресурстық орталығы бар, Ансар бар, Ибраев, Дулат бар, Жүсіпқали. Олар да қолынан келген көмектесіп, шауып жүр, жүгіріп жүр, көресің. Біздер звондаймыз. Енді замандастарым, достарым болғасын. Ансар көмектесші, жаңағы бірдеңе қыл жіберейікші. Дулат көмектесші, мынандай проекті бар. Дулатпен біраз проекттер жасадық, Ансармен біраз проекттер жасадық. Біздер всегда ашықпыз. Қолымыздан келетін жер болса жасауға. Енді көп мәселе ақшаға келіп тіреледі. Шынын айтқанда қазір жақсы қылып бір дүниені істеу үшін де жақсы ақшаны талап етеді. Оралда да күшті қылып көрсетуге болады. Оралда да былай қарасаң, біз Оралдың өзінде жақсы кино түсіргіміз келеді. Біздің Оралдың өзі тұнып тұрған тарих қой. Айналасы, ауасы, анау табиғаты, қаланың іші былай қараған кезде енді единственный немей ақ қояйын, енді Атырауда келеді ғой, бірақ почти толыққанда кіріп тұрған европалық қала ғой негізі кезіндегі. Бір сөзбен айтқан кезде қазір Қайраттың, Астананың лига чемпионатта, лига Европада ойнап жүргені тікелей Оралдың кәдімгі 90% қатысы бар деп айтуға болады. Бір сөзбен айтқан кезде. Бірақ осы жердің танымал болуына, осы біздің батыс өңірінің Орал қаласының кішкене танымал болып
кеңінен әдемі жерлерін көрсетуге аздап мүмкіндіктер болмай жатыр. Негізі былай қарасаң кинода түсіретін жер, локация дейтін кәдімгі режиссерларға келіп қойсаң кәдімгі аузын ашып жүретін жерлер ғой. Ол да келетін шығар, ол да дамитын шығар, ол да бұйырса әкімшілік ол жағында қолға алатын шығар. Қазір өздеріңіз білесіздер, Абай ауданы, Абай облысы қандай үлкен жұмыстар жасап жатыр. Кәдімгі салып жатыр балаларға. Инстаграмнан, тиктоктан уже көрінеді жұмыстанып жатқаны шынымен де. Сондықтан сондай жобалар керек негізі. Жасаймыз болады дейтін болса ашықпыз, көмектесуге ашықпыз. Тіпті шыны керек өмірімізде бір істеп жатқан бірдеңемізге ақша сұрап көрмеппіз. Енді айтайын деп отқаным, бәленбай жыл, 15 жыл болды деп отырсын, ел таниды, қала біледі. Былай қарағанда осы елдің баласымыз ғой. Осы биыл ғана қала күнін біздің балалар шақырды. Бірінші рет. Мысалы енді осы жерден аңғара беруге болатын шығар деп ойлаймын, кішкене сәл пәл немқұрайлылық бар сияқты менің ойымша. Енді туған жердің, осы жердің баласы, осы жерден көтерілген жігіттерді жыл сайын шақырсаң да артық емес. Сондықтан керек, әлі де жұмыс жасау керек, әлі де жұмыс жасап жатыр. Біздің қазір буын бар, бізден төмен балалар бар. Сол отыратын жерлеріне келіп жатыр, жас буын келіп жатыр. Кәдімгі жасампаз жастар дейді ғой, креативный жастар отыратын орындана отырып, енді кәдімгі бір жақсы толқынмен бір жұмыстар жасап жатыр. Может, бір 5-6 жылдың ішінде Оралда да кәдімгі күшті клиптер түсіріліп, Оралда да кәдімгі мықты кинолар түсіріліп жүріп жатса, таңғалмаңыздар, ол да әбден болып қалуы мүмкін негізінде. Рахмет. Енді Маке, енді елге келген қонақ бағдарламасының алғашқы қонағы өзіңізсіз. Енді бұл да енді аяқ астынан болып жатқан нәрсе. Сіз келді естігендіктен осы бір керемет подкастымызды бастадық. Жалпы енді назар аудару туралы толыққанды барлығын сұрап білдік деп ойлаймыз. Енді жастар ресурсы орталығына оралайықшы. Жалпы Орал Батыс Қазақстан облысы бойынша жастармен жұмыс жөніндегі ресурсы орталығын ашылғаннан бастап басқасында өзіңіз де болған екенсіз. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Ең басында енді ресурстық орталығы ашылды. Ол кезде Серік Тоқманбет дейтін сол біздің сол жерге басшы болып қойды. Мен пресс-службасына жұмысқа шақырды. Өйткені неге? Серік бізбен біраз жылдар жұмыс жасаған. Жайдарманды да, жастарды да, кімнің қандай мүмкіндігі бар, толыққанды информация болды деп айтсақ болады. Сен қасында жүрді, бірге поездкалерге бардық енді. Сол шақырды, ұсыныс тастады. Кел, жаса, көр, дым қиындығы жоқ. Мен айтамын, Сәке, мен дейтін әлі жайдарманшымыз ғой, квн пресс-служба дейтін облыстық жастар ресурстық орталығы. Мен айтамын, шын айтқанда жауапты жұмыс қой деп жатыр қой, енді басы басталып жатыр жаңа. Жыл жарымда 2 жылға жақын жұмыс жасадым. Еңбек кітапшамда кәдімгі печати соғылған, жұмыс жасалған дәлелі бар. Жастар ресурстық орталығы үлкен опыт берді маған. Қалай жұмыс жасау керек, қалай үлкен шаралар өткіздіру керек. Біз ең алғашқы елбасы қалаға келген кезде де мына Ледовый мұз айдында, Ледовый дворецте сол жердің бәрін жасап, бір жұма бойы соның организациясына қатысып, үлкен шараны көзбен көрдік қалай өтеді. Оның бәрі қазіргі біздің жасап жатқан жұмысымызға тікелей қатысы бар. Кәдімгі ұйымдастыру қабілетің қалай жүру керек, тіпті даже кейбір кезде отырып қалған кезде қалай кәдімгі пресс-конференция қалай өту керек, қалай кәдімгі официальный нелерді қалай жасау керек екенін мысалы өзіміз білеміз. Ешкімге жүгінбей ақ қоюға да болады. Өйткені басымыздан өтті, жасадық, көрдік. Елбасы келген шарада қатысып, қалай ұйымдастырылатынын көргеннен кейін адамдар шараға қатысты. Қалайсыңдар? Қазір деп кірісіп кете беруге болады. Жалпы енді жастар ресурстық орталығы қазір жастармен де, қоғамдық жұмыстармен де, волонтерствомен де барлық басы астында жүр. Ол басы астында өздеріңіз де болдыңыздар. Пандемия кезінде де, су тасқыны кезінде де осы жастар ресурстық орталығының ең үлкен көмегі болды деп ойлаймыз. Қазіргі таңда енді түрлі
керемет жобалар болып жатыр. Сол жобаның басы-қасында жүрсіз. Енді ауыл ой жобасы қазір енді көп YouTube арналарда, TikToктарда шығып жатыр, әлеуметтік желілерде тарап жатыр. Ауыл ой жобасының енді құрылтайшысы құрған Аңсар Ибраимов та, шатаспасам. Енді оның жобасы жалпы қалада тұрған балдардың ауылдағы тұрмыс тіршілігімен танысу мақсатында деп ойлаймыз. Енді соның басы-қасында өзіңіз жүрсіз. Қазіргі таңда неше ауданды, неше ауылды аралап үлгердіңіздер? Мен ең басында көп жерге шақырып жүрді Аңсар. Кішкене қол тимей бара алмай жүрдік. Ол жерде бұл жобаны іске асырған, жұмыс жасап жатқан жігіттер бана бір Аңсармен ғана шектеліп қалмайды. Ол жерде біздің команданың мүшесі Самат Қабдиев бар, Дулат Жүсіпқалиев бар, Аңсар бар, басты адамдар. Мен тағы қазір біреулерді айтпай қалып жатсам, енді есімде болмай қалып жатса кешірім сұраймын, бірақ артында үлкен команда бар тоже, жұмыс жасап жатқан. Серберковда болдық, өте былай қараған кезде күнде ауылдық деңгейде жұмыс жасап жүрген жігіттердің жұмысын барып жасап, көріп, соның бәрін блогерларды шақырып, таныстырып. Енді бір сөзбен айтқанда өзіміз ауылдан шықтық, бірақ ауылға күнде бара беруге қол тимейді ғой. Бірақ сол кезде, сол сәт, кері қораның ішіне кіргендегі ғана бүкіл ностальгия қайтадан есіңе түседі. И соны дубайский шоколадтарды көргенде ма? Ауқымды түрде былай айтқан кезде кәдімгі не ғой? Жарнамалау ғой. Еңбекке тарту, ауылға тарту, ауылды көрсету. Ауылдық қазір көп нелерге бардық. Кеше мына Тайпаққа неге барып келдік? Қаралтөбеге. Қаралтөбе дейтін енді шынын айтқанда күтіп алу жағынан, қонақ жайлығы дейтін, әкімі дейтін басынан бастап, әжелер ансамблі, киіз үйді тігіп тастаған ортасынан неге беріп тұр да? Жобаға үлкен не беріп тұр? Әсерін беріп тұр. Әсерін беріп тұр. Үлкен ауқымды жоба екенін көрсетіп тұр да ана жерде. Бұның әлі жалғасы болады. Бұл көш жүре барады жүреді дейді ғой. Бұл жерде де өзінің аз-маз сыртқа білінбейтін шикіліктер бар. Ішінде өзіміз көріп тұрған, мына жерін бүйтсек күшті болады екен деген сияқты. Бұл келесі жылда өзінің енді үлкен ауқымды түрде жалғасады жоба. Бірақ бұған қазіргі таңда тоже балалар қазір инвестор қарап жатыр, спонсор іздеп жатыр. Ең соңында супер финал болған кезде кәдімгі бір ауқымда ақша бергісі келеді. Ішінде бір спортсмен, бір блогер, ішінде бір кәдімгі ұстаз, или мүмкін пожарник деген сияқты, дәрігер деген сияқты ішіндегі кәдімгі қоғамда жүрген адамдар жұмыс, солардың бәрін қамту, жастар болуы ішінде, әртүрлі командалар болуы, және судьялар болса, алдында балалар соны енді қастарына отырып естіп жатырмын ғой енді. Саматтардың айтып жатқан ұсыныстары осының бәрі. Мен қуанып қалдым естіп. Мен күшті екен. Шынымен де жүйелендірсе, шынымен де бір жүйеге қойып жіберсе, керемет жоба ғой. Жақсы жоба ғой. Мысалы бірде-бір басқа облыстардан көрген жоқпыз. Кім жасап жатыр? Енді мүмкін бар шығар, бірақ біз өзіміз көзбен көріп жасап жатырық. Барып кәдімгі қатысып жүргендей тек қағазбен отчет TikTokта жүрген жоқ, шынайы болып жатыр, шынайы эмоция. Ауылдың тұрғындары келіп қарап, кәдімгі өздерінің шынымен ұнап қалған үйлеріне келіп, өздерінің сыйлықтарын беріп, кеше үлкен апамыз келіп, құртын әкеліп беріп жатыр екен. Ауылға қош келіңдер, біз күтеміз дейді. Осындай шаралар болған. Ауылдың жастары бар, көргісі келеді. Екі бірдей әлем чемпионы бірге ілесіп барады. Енді мотивация ғой. Шын айтқанда, үлкен жастарға мотивация көзбен көреді. Олардың бәрі де сол ауылдан шыққан балалар. Соны айтып жатыр. Еңбектенсең, жүрсең, жұмыс жасасаң, жақсы көріп соңына дейін жүрсең, міне результат бар. Әлем чемпионы дейтін енді кез келген адамның қолынан келмейді. Біз Нұрбол Серіков, Темірлан Көлбай мысалы, екеуі де әлем чемпионы, Аллахтың қалауымен енді. Оларға да сәттілік, бірақ қаншама жасқа кеше барды, ауылдарға барып, бір 2 күн уақытын арнады. Қаншама ана жерде отқан жастарға мотивация беріп кетті. Сол жерде отқан баланың бір жоқ дегенде 5-еуі ананы көріп спортқа баратын болса, ол да сенің жүргізіп жатқан жұмысыңның жемісі. Бір сөзбен айтқан кезде жай қарай салуға болмайды негізі кез келген нәрсеге. Ол жерде де бір шынын айтқан кезде аз-маз идеология жатыр деп айтсақ болады. Негізінде. Дұрыс жағынан. Рахмет көп сізге. Бізге енді бүгін енді шақыртуымызды қабыл алып, бізге келіп, сұхбат беріп, ойыңызбен, театрдың жұмысымен бөліскеніңізге, алдағы жоспарларыңыз айтқаныңызға
жалпы біздің елге келіп тұрыңыз. Бізде Рахмет. Қарауыл Қонақ төбе болып сияқты. тұрыңыз. Рахмет. Бізде Қарауыл төбеден алыс емеспіз, қонақжайлығымыз бар. Рахмет. Шыққан келесте Сарыарқада командамен отырып келсең. келіңіз. Бұйырса. Сіздерге көп рахмет. Айтқан кезде біздер шыны керек шақырса осындай жерлерге айтса қуанып қаласың ғой. Келгім келіп тұрады, сөйлескім келіп тұрады. Кеше далада жүріп осы айтып отырмын, кеттік барайық, ешқандай проблема жоқ. Барайық, сөйлесейік, қолымыздан келетін осы қолға алып жатқан подкасттарыңыз ары қарата жүріп кетуіне біздер себепші болатын болсақ, өте қуаныштымыз. Қонақтарыңыз көп болсын, халыққа беретін, жастарға беретін ойлы әңгімелер де көп болсын, еліміз аман болсын. Жаңғалаға келген сайын, балаларға айтамын, Жаңғалаға келген сайын қала сияқты. Жол, машина, айнала дейтін кәдімгі шу ұрып жатыр. Мен айтамын, біздің Зачагансктан көп супермаркет бар ғой. Шын айтамын, Зачагансктан бізде 85 мың, 90 мың халық тұрады. Супермаркет Зачагансктан біздер шығып іздеп кетесің ғой. Шықсаң болды супермаркет қой мұнда кәдімгі. Шүкір, Аллаға шүкір. Әрбір аудан осындай болсын, бай қуатты болсын, еліміз аман болсын. Біздер тек осылай қолымыздан келсе қуаныш сыйлап, көмектесе алатын жерімізде көмектесіп, ел аралап, халықтың алдында жүру әрбір өнермен айналысып жүрген адамның арманы ғой негізі. Рахмет, шақырып жатқандарыңызға рахмет, құрметтеп жатқандарыңызға рахмет. Назар аудардың өзін бір төбе қылып бөліп кәдімгі айтып жатқандарыңызға рахмет. Бұйырса амандық болса, Назар аудардың жоспарлары өте көп. Біздер бір жанұя сияқты, бір отбасы сияқты. Біздің әке-шешелеріміз бір-бірінің өздерінің чаттары бар. Біздің жолдастарымыздың өздерінің чаттары бар. Аллаға шүкір, бір-біріміздің балаларымызға кіндік папа, кіндік әкеміз. Біздер кәдімгі ол назар аудар тарап кете ме дейтін сұрақ көп туындайды. Тарап кете алмайды ол. Қалай тарап кетеді ол? Біреу ананың кіндік папасы, біреу мынаның кіндік папасы тарап кету мүмкін емес. Сондықтан команда дегеннен гөрі біздер бір отбасы, бір жанұя болып кеттік. Біздің отбасымызға, біздің жанұямызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Алла қосса, амандық болса, отбасыларымыздан жақсы халыққа дайындап қойған концерттарымыз, жоспарларымыз бар. Алла қосса, оны болашақта көре жатасыздар, Құдай қаласа. Енді біз сізді тағы да көргенімізге қуаныштымыз. Осылай үнемі бізге қонақ болып келіп тұрыңыздар. Біздің жаңа қала жастары сіздерді қарсы алуға, осылай қонақжайлығымызды көрсетуге әрдайым дайынбыз. Алда тек Назар аудар театрына тек сәттілік тілейміз. Біз тек тілекшіміз сіздерге. Аман жүріңіздер, қайда болса да абыройлы болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Құрметті біздің подкастымызды көріп отқан көрермен, бүгін бізде қонағымызда болған Назар аудар театрының әртісі, жайдарманшы, актер Маршелов ағамыз. Бүгінгі біздің бағдарламамыз елге келген қонақ. Келесі осы жерде кімді көргіңіз келеді? Комментарийға жазып отырыңыздар, бөлісіп отырыңыздар, және де қолдап лайктарыңызды басып отырыңыздар. Рахмет сізге. Көп рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Аман болайық, ауырмайық, жақсы күнде жолығайық дейік. Сау болыңыздар.